Бүтін бір отбасыны өлтіріп қашып кеткен Сәрсен Алиевтің соттағы сөзін естіңіздер ма? 10 жыл бойы тату тәтті өмір сүрген отбасыма әйелімнің ата-анасы қайта-қайта араласып, менің адам төзгісіз ар-намысыма тиді. Барынша отбасымды сақтап қалғым келді дейді. Өткенде Алматы қаласындағы бір полиция өзінің әйелімен ренжісіп қалып, соңында ашумен әйелін өлтіргендігі жария болып жатыр. Әрине, адам өлтірген жақсы емес, бұл адам психикасының бұзылғанының көрінісі. Бірақ бүгінде адамдар қылмыстың салдарын ғана көріп, оған дейін өлген рухты көрмейтін болды. Бүгінде қаншама ер азаматтарымыздың сағы сынып, рухтары өлген халде жүр. Жай сөйлесе әйелдері тыңдамайды, қатты сөйлесе заң тыңдамайды. Ер адам бір күнде жауыз болып кетпейді. Оның ішіне жылдар бойы жиналған қорлығы, намысына тиген сөздер қадірін таптап жүрегіндегі мейірімін өлтіреді. Қай еркек болса да өзінің үйінде өзгелердің басынуына жол бергісі келмейді. Өзіне көрсетілген құрметсіздіктің соңы осындай үлкен трагедияларға алып келуі мүмкін. Сондықтан біздің қоғамға заңнан бұрын адам жанын түсінетін сана керек. Ал заң қылмыстың тек салдарымен ғана емес, себептерімен де күресуі тиіс. Мейірім жоғалған жерде ашу сөйлейді, ал ашу сөйлеген жерде осындай қасіреттер болуы мүмкін. Осы жағдайды ең бірінші қыздарының өміріне араласқыш келетін ана сумақтар түсінсе екен.